Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен осындай бауырдан котлет жасайтын боламыз. Менімен бірге жасаңыздар. Ол үшін ең алдымен бауыр керек болады. Қойдың, сиырдың бауыры бола береді. Және ұн, картошка, жұмыртқа, сәбіз, пияз, сүт, тұз, бұрыш, сұйық май. Бәрінің граммдарын жазып қоятын боламын описанияға. Ең алдымен біз бауырды мясорубкадан болмаса блендермен езіп аламыз. Жақсылап өткіземіз. Шандырын бәрін алып тастаймыз. Картошка, пиязды да блендермен өткізіп аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда басқа да рецепттер бар. Тіркеліп көре аласыздар. Осылай сәбіз картошканы блендермен езіп алдым. Бәрін араластырып аламыз. Және қызып тұрған отта пісіріп аламыз. Достар, мен чеснокты ұмытып кеттім. Чеснокты турап саламыз. Қызып тұрған майда осылай қасықпен құйып алып саламыз да қызартып пісіріп аламыз. Өте оңай. Жасап көріңіздер. Ас болсын.